Астанада өткен Digital Bridge халықаралық инновациялық форумына келген Эстония премьер-министрі Юрий Ратас өз елінде роботты техника бірінші сынып бағдарламасында бар екенін айтты. Енді Қазақстанда мектеп бағдарламасына бірінші сыныптан бастап информатика пәні мен робототехниканы енгізуді жоспарлауда. Ал біз бүгін студиямызға оқу бағдарламасына мехатроника пәнін енгізген Нұрорда мектеп лицейінің директоры Ержан Әубәкіровті шақырған болатынбыз. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Ержан мырза, өз шәкірттеріңізбен келген екенсіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Бәрі тамаша. Сізбен сұхбатты жалғастырмас бұрын біз экранға назар аударып, сіз басқаратын мектепте оқытылатын мехатроника пәні туралы арнайы бейнематериал тамашалап алайық. Бұл Астана қаласындағы халықаралық мектептердің бірі. Бүгінде 839 бала білім алатын оқу ордасында оқушылардың білімі мен қарым-қабілеті жоғары болуы үшін оқу бағдарламасына жаңа өзгерістер енгізілген. Осы жылы біз біраз өзгерістер жасадық. 21 ғасырдың талаптарына қарай біз оқушылардан күтетін нәтижемізді біраз өзгерттік. Өйткені біздің қазіргі оқушыларымыз, бастауыштағы әсіресе оқушыларымыз, бұлар 15 жылдан кейінгі нарыққа қажетті бір оқушылар болғандықтан, олардың сол замандағы керек, қазір заманда жоқ қабілеттерді қалай біз қалыптастырамыз деп, біз білімге қараймыз, негізгі қабілет қалыптастыру, оқушыда бір дағды қалыптастыруды негізге алып отырмыз. Осы мақсатта биылдан бастап сабақ кестесінде мехатроника пәні пайда болды. Мехатроника сабағын екі адам жүргізеді, екі мұғалім. Мен ментор ретінде теоретикалық бағыттау, сосын бағдарлама қалай істеу керек, солардың бәрін жолдарын көрсетем. Ал Айдос ағай практикалық түрінде, инструктор ретінде балдармен бірге мынау жұмыстары жасайды. Қос мұғалім бастап, оқушылар қоштап жүретін бұл сабақта қатысушылар топ болып жұмыс жасайды. Олар мына құрылғыларды қолдану арқылы түрлі фигураларды жасап шығарады. Басында самый простой 2D суреттермен бастаймыз. То есть Paint бар ғой, Paint программасы. Соны қолданып, не істейміз, балдарға бір сурет салғызамыз, мынау сияқты. Содан кейін балдар оны сызып компьютерда уже не істейді, лазерный гравировщикта кеседі. Лазерлі станок арқылы пластиктен немесе басқа да бір заттан қиынды жасау үшін оған әуелі белгілі бір фигураның бейнесі таңбаланады. Содан соң ол осы құрылғыға салынып, лазер арқылы сіз қалаған кескінді шығарып береді. Бұл сабақ негізі аптасына 4 рет болады. Мұнда біз әр сыныптан А, Б, С келіп, группаларға бөлініп, өзіміздің проекттерімізді жасаймыз. Мысалы, біз қазір бір Baymax деген мультиктің несін жасап жатыр, роботын. Болашақта осы барлық салаларды, барлық жұмыстарды роботтар жасайды деген болжам бар. Кейбір жұмыстарды уже роботтар жасап жатыр. Және де бұл кезеңге біз өзіміз дайын болу керекпіз. Мехатроника пәнінің маңызын түсінген оқушылар уақытты тиімді пайдалануды қалайды. Тіпті азғантай уақыттың ішінде жеткен жетістіктері де жоқ емес. Балдарда бірнеше патенттер бар, мен балдарымда. 9 сыныптарын бастағанбыз. Постепенно осылай шығарып, 3D принтер қолданып, әртүрлі заттар қолданып, протез қолды шығардық, жаңа энергетиялық нені ветрогенератор шығардық. Сондай, то есть қазір уақытта уже инновация істеу оңай. И именно мынау кабинет сол үшін жасалған. Балалардың талабы мен ұстаздардың қарым-қабілетіне қарап сүйсіндік. Ертеңгі ел болашағы осы білімді балалар. Жаңа заман талабына сай күрделі ғылымның тұтқасын ұстайтын бүлдіршіндерге біз сенім артып, алдағы істеріне сәттілік тіледік. Ержан мырза, мехатроника енгізу идеясы қайдан пайда болды? Балалардың жалпы қызығушылығы қалай? Осы заманның талабына қалай біз қандай бір тұлға қалыптастырамыз деген ой бізді қатты қинады. Және осы заманда ең үлкен бір адамға керек бұл IT дейміз. Бұл бағдарлау, яғни компьютердің өзін білу емес, жалпы бұның ұғымын жалпы түсіну. Мехатроника сабағы тек қана компьютерді емес, ол 3D принтер деп айтамыз. Программи жобалау, бағдарлау, шығармашыл ойлау, өз ішіндегі арманыңды
алға шығару үшін керемет бір сабақ болды. Бұл сабақтың негізі, бұл бір курстың негізі біздің бір топ мұғалімдердің зерттеу нәтижесінде, балалардың да ойларын ескеру нәтижесінде осындай бір сабақ шықты. Бұл тек қана бір пән ғана. Бұл пән бізде кімдер таңдайды? Математикалық, логикалық қабілеттегі балалар таңдайды, және шығармашыл қабілеті балалар бұл сабақ таңдайды. Бірақ егер баланың математикалық, логикалық қабілеті басым болса, бұл балалар бізде бағдарлау, то есть программирование сабағымыз бар. Одан кейін, егер бала мүлдем шығармашыл бала болса, онда музыкалдық өнер деген сабағымыз бар. Ол сабағымызда біздің музыкалдық қабілеттегі балалар мен өнердегі балалардың бірлестірілген бір сабақ. Бұл жерде бала IT үйренеді. Бірақ музыка саласындағы IT мен байланыстырдық. Ол қалай сонда? Ол былай болды. Мысалы, қазір білесіздер, өлең, мысалы, сіз де әртіссіз, мысалы, бала музыкалдық қабілеті болса, бұл бала тек қана әнші болмайды ғой. Ол бала өлең жаза алады, альбом жаза алады. Сахнаның алдындағы адамдар болса, сахнаның артындағы адамдар бар. Музыкалар қазір компьютерде жазылады. Бұның обработкалары жасады. Біз осы дағдыларды қазір мектепте береміз. Аранжировщик яғни. Осылардың барын бір балада біз бастапқы дәрежеде сол қабілеттерді үйретеміз. Бала мектепте бітірген кезде тек қана білім алмайды, өзінің жақсы бір жағын ашып шыға алады. Яғни ол бала музыкант болмаса да, бірақ біз сол баладағы нені түртіп шығарғымыз келеді. Бала сол салада өзін таба алсын дейміз. Не үшін бұл 5-ші пәнімізде біздің мультимедиа деген пәніміз бар. Бұл мехатроникаға қосылған. Мультимедиада балалар видеоға түсіреді, суретке түсіреді, монтаж жасайды. Ең соңында 3D анимацияға дейін барады. Бұлар кино түсіретін балалар. Керемет. 5-ші пәніміз бар. Бұл да дизайнмен байланысты пәніміз. Яғни бұл пәндер бізде міндетті. Бала осылардың біреуін көріп, мектепті бітірген кезде ең азы өзінің бағытын цифрлық дәуірде бір цифрлық қабілетпен айшықтасын деген оймен шықты. Бұл пәндер іс жүзіне, білім жүйесіне енді қазір оқытылып жатыр. Оқытылып жатыр. Қандай да бір нәтижелер де бар шығар. Мысалы, балалар оқушымыз өзің айтсам, мысалы. Танысайық, жігіттер. Ал, есімдерің кім? Менің атым Асанәлі. Нешінші сыныпта оқисың? 10-шы сыныпта оқимын. 10-шы. Аслан 10-шы сыныпта оқимын. Ал, жақсы, міне. Ұстаздарыңыз айтып отырған жаңағы пән бойынша дәріс алып бастаған шығарсыздар. Иә. Қандай нәтижеге қол жеткіздіңіздер? Егер де мен айтып өтетін болсам, осы 4 саладан менің таңдағаным мехатроника болды. Мехатроникадағы маған нағаны, ол жақта сіз өзіңіздің арманыңыздағы кез келген проектті өз қолыңызбен жасап шығаруға, немесе тым болмаса макетін жасауға өзіңіздің қабілетіңіз бар. Ол жақта менің қазіргі жасап жатқан проектім, ол жақта мен сағат жасап жатырмын. Қабырғаға іліп қоятын сағат, бірақ масштабы кішкене үлкен. Ол басқа сағаттардан несімен ерекшелейді? Ол жерде, былай айтқанда, светодиодтар болады. Олар күннің ауа райына байланысты, немесе күндегі уақытқа байланысты өзінің түсін өзгертіп тұрады. Егер де күн қатты ыстық болса, ол жақта қызыл түс жанып тұрады. Күн кішкене суық болса, көк, ашық көк, сондай түстер жанып тұрады. Керемет. Бұны сіздер топта істеп жатсыздар да, жалғыз емес. Менің тобымда басқа 2 бала бар. Олар қазір студияда жоқ. Болашақта кім болам деп отырсың енді? Өзімді инженер болғым келеді, және де жай ғана инженер емес, өзімнің болашағымды IT-мен байланыстырғым келеді. Сол үшін IT инженерияны таңдадым. Жақсы, енді айлығы жоғары ма, неге ол саланы таңдап отыр екенсің? Бұл салада, білмеймін, басқа салаларға қарағанда, осы салада менде көбірек қолымнан келетін заттар көбірек. Маған оңайға түседі кішкене. Сосын және де қызығырақ болды маған. Әр адам өзінің қызығатын, ұнататын кәсібімен шұғылдану керек дейсің ғой. Ал енді өзіңді таныстыра отырсаң, жалпы сен қай пәнді таңдадың? Менің таңдауым программирование болды. Неге десеңіз, себебі маған логика қолданылатын сабақтар жақынырақ. Жалпы өзім келешекте саясаткер болғым келеді. Бірақ енді адам жан-жақты болу керек қой. Программирование маған кедергі жасамайды, керісінше маған оның пайдасы тиеді деген ойдамын. Саясаткер болғым келеді, себебі білмеймін, өз еліме бір жақсы істегім келеді. Өзім патриот болғандықтан сондай парызым бар деген ойдамын. Тамаша. Қандай да бір жетістіктермен мақтан аласың ба? Қандай жұмыстарды қолға алып бастадың?
Біз осы программированияда қазір сайтты құрдық. Енді ойынды құрып жатырмыз. Бәрекелді, жастар, талаптарыңа нұр жаусын. Ержан мырза, жалпы осы сіздердің мектеп, Назарбаев зияткерлік мектептердің оқу бағдарламасындағы ерекшеліктерді жалпы мектептерге енгізуге не кедергі деп ойлайсыз? Біз негізі мемлекеттік стандартты оқытатын мектеппіз. Мемлекеттік мектептегі стандарт не? Біз соны күрделендіріп оқытамыз, бірақ соны басқаша береміз. Мұғалімдеріміз оқушы негізінде білім беруді қарастырады. Яғни мұғалім басты рөл емес, оқушы басты рөл. Және біз оқушыларды көп іске асырамыз. Мысалы, мынау жобалардың барлығында мұғалім тек қана идея ғана береді, бағыттайды. Көрсеңіздер, 3 кісі, 4 кісі бір жобада жасайды. Біз сабақтарымызда да жоба негізінде білім беру жүйесінде енгізіп жатырмыз. Бұлардың барлығы мұғалімнің кәсіби жетілуімен байланысты. Елбасымыз жаңа бір жоба жасауды ұсынды. Бұл мұғалімнің статусы бойынша, мұғалімнің мәртебесі бойынша. Бұл өте орынды, керек бір заң жобасы деп ойлаймын. Неге десеңіз, біз мұғалімнің мәртебесін бөлек бір деңгейге шығаруымыз керекпіз. Дұрыс айтасыз. Қалай енді, не істеу керек сол үшін? Сіздер не істеп жатсыздар? Осы ұстаздардың мәртебесін көтеру жолында. Мен бір сізге бір не берейін. ЯЦ деген бір зерттеу орталығы бар. 2014 жылы университет бітірген түлектерді зерттеген. Жұмысқа тұру деңгейі қанша екен? Бұл 2014 жылға 4 жыл, бірақ бұдан көп әсері жоқ деп ойлаймын. Сол кезде 2013 жылы 9380 мұғалімдікке тапсырған, 2014 жылы 7040 студент бітірген, 2000 студент кетіп қалған мұғалімдіктен оқып жатқан кезде. Және 2014 жылы осы 7040 студенттің 4600 студенті ғана мұғалім болған. Мен салыстырған кезде түскен мұғалімдермен, түскен студентпен шыққан арасында 150 разница бар. 150 ғана пайыз студенттер мұғалімдікті таңдаған. Бұл негізі мұғалім жетіспейді, қараңыз. Мұғалім жетіспейді. Мұғалім жоқ, ауылдарда мүлдем. Бірақ мұғалімдер болмайды. Неге? Бұл жерде ең үлкен кедергілердің бірі бұл статус жағдай, ақша жағдайы. Дұрыс айтасыз. Біз мұғалімдердің ақшасын жоғарылатпағанша, минимум 5 бір инженер қалай ақша алады? Сол дәрежеге шығармағанша ең мықты бір оқушы мұғалімдікке бармайды. Яғни мұғалімдердің мәртебесін көтеру үшін жалақысын арту керек. Жақсы оқушыларды мұғалімдікке итермелеуіміз керекпіз. Және басқа да әлеуметтік жағдайларын қарастыру керек деп ойлаймын. Бұның барлығы осы заң жобасында көрме талқыланады деп ойлаймын. Ал сіздердің біздердің мектебімізде біз қалай жасаймыз? Біз біріншіден өзіміздің мұғалімдерімізді өзіміз дайындаймыз. Біз ұсыныстар өте көп. Мысалы, үшінші, біз осы лицейді бітірген түлектер болады. Басқа да мектептерде бітірген түлектер. Үшінші курста біз осыларға іздейміз. Екінші курста біз мұғалім болғысы келген адамдар іздеп, үшінші курстан бастап бұларды шақырамыз өзімізге. Бұлар бізде қосымша сабақтар береді. Бұлар бізде мұғалімнің көмекшісі болады. Біз бұларды оқытамыз, және мектеп бітірген, университет бітірген кезде бұлар кәсіби маман болып шығады. Және айлықтарды бізде жоғары. Яғни орта неге жалпы нарыққа қараған кезде өте жоғары айлық береміз. Бұл да Назарбаев мектептерінде бар. Мемлекет бұны жалпы мектептерге бұны енгізсе, және 3-4 курстан студенттерге мектепте практика жасауға және ең аз ақша табуға егер мүмкіндік берсе, мұғалім сыртқа кетіп қалмайды. Өте жақсы екен. Өткенде бір мақала оқыдым, жақын болашақта адам атаулының еңбегін қажет ететін мамандықтар азаяды екен. Жасанды интеллект дәуірі басталады екен. Сол заманға дайын болу үшін қазір қандай мәселелерді шешу керек? 10 жылдың ішінде әлемде 800 миллион адам жұмыссыз қалады. Бұл менің сөзім емес. Бұл халықаралық зерттеулер нәтижесі, бұл интернетте бар. Әлемдік экономика форумында, экономика банкасы, то есть әлемдік дамыту банкасы да бұны айтып жатыр. 800 миллион адам жұмыссыз қалады. Бұл неден? Сіз айтқан сияқты жасанды интеллекттің осы адамдардың жұмысын тездету мәселесінде, ықшамдау мәселесі, экономдау мәселесінде жұмыс берушілер жұмысты азайтады. Адамдардың саны азайтады. Біз не істеуіміз керекпіз? Сол себептен ең үлкен инвестиция бұл білімге салыну керек. Мынандай бір тенденция бар. Елдер кризиске ұшыраған кезде, егер дейді білімге ақшаны сол кезде салғаннан 2 есе көп салса, кризистен тез шығады екен. Бұны адамдар да өздері ақша шығару керек. Мысалы,
бұл әр адам өзінің 100 мың теңгесін, 7 мың теңгесін білім саласына сала білу керек. Ең үлкен адамға талап ететін 4 критерий, 4 дағды бар. Бұның біреуі шығармашылық. Бала шығармашыл болу керек. 2. Бала адамдармен тіл табыса білу керек. 3. Эмоционалдық интеллект дейміз, эмпатия жасай білу керек. Эмпатия бұл тіл табысумен бірге сен басқалардың жағдайын түсіне білуің керек. Яғни тәрбие, біз тәрбие дейміз. 4. бұл сын тұрғысынан ойлау дейміз, мәселелерді шешу дағдысы. Біз бұны қазір осы сабақтарда қолға алдық, жалпы барлық бағдарламаларға кіргізіп жатырмыз. Балаларға кішкентай проблемалар тудырамыз мектепте. Балаларға бұл проблемалар, бұны біз жоба негізінде білім беру деген жүйеміз бар, сол жүйенің ішінде бар. Балалар бір проблеманы шешеді. Өмірде сондай. Мысалы, өмірде бала жеке өмірінде де ертең ата-ана проблемалар туындайды. Жұмысында проблемалар туындайды. Қоғамда проблемалар туындайды. Егер бұл проблемаларды шеше алса, оңтайлы шеше алса, ол табысты болады. Яғни, бір нәрседен сабақ алу керек, қатеден сабақ алу керек, бұны дұрыстау керек, алға жүру керек. Өте жақсы айттыңыз. Жалпы бізді тамашалап отырған жас ата-аналардың назарына ұстаз ретінде не нәрсеге көбірек мән беру керек? Бұлардың басында ең үлкен нәрсе бұл ата-ана, мектеп емес, ата-ана. Сіздің сұрағыңыздың өте орындылығына мен айтайын. Мен бір кітап оқыдым. Бұл Generation Gap дейді. Тони Вагнер деген профессор Гарвардта, бұл кісі әлемдегі білесіз ең мықты университет Гарвард. Гарвардта бұл кісі білім деген Educational Lab деген бір лаборатория бар. Білім лабораториясы бар. Сол лабораторияның жетекшісі бұл кісі. Бұл кісі 3 кітабы бар жазған. Сол Generation Creative Innovators, әлемдегі шығармашыл тұлғалар деген кітабында 200 адам зерттеген. 200 табысқа жеткен адамдар зерттеген. Бұлар Цукерберг емес, Гейтс емес, жаңағы біз айтамыз ғой, Цукерберг, Гейтс дейміз, олар индивидтар. Тұлғалар. Бұл адам аты шықпаған, бірақ табысқа жеткен. Өзінің ойын. Солар зерттеп 3 ортақ бір қабілет тапқан бұларда. Мен бұны әдейі айтып отырмын, ата-аналар бұны білсін деп. Бірінші, бұл бала жастығында көп ойнаған. Балалар көп ойнаған. Біз балаларды сабақпен несие бермеуіміз керекпіз. Қазақ баласы ойын баласы деген сөз бар негізі. Баланы біз ойнатуымыз керекпіз. Мысалы, қазіргі бағдарламаларда біз өте қазіргі бағдарлама жеңілдетілген бірақ ата-ана ана қосымшадан мына қосымшаға баланың ойнатып бір салада бірақ мынаған келсем, баланы апару керек. Ана кружоктан, мына қосымшаға оларды апарып балаға бір өзінің жақсы жағын таптыруға көмектесу керек балаға. Бір бала ойнағаннан кейін дейді, белгілі бір уақыттан кейін балада ішкі не пайда болады дейді, қызығушылық пайда болады бір нәрсеге. Соны анықтай білу керек дейді. Бұл адамдардың бәрін сондай болған. Бір қызығушылығын анықтай білу керек. Және осы қызығушылығы жағын дамыту керек. Мысалы, мен мынаны байқаймын. Мен 20 жыл мұғаліммін. Біздің қазақта баланың қай жағы әлсіз болса, соны дамытамыз. Мысалы, бала математикадан 3 болса, біз анау қазақ тіліне спорт жағына көңіл бөлеміз, анау математикаға қосымша алдар береміз. Ол дұрыс емес. Неге? Баланың негізі ана жағы жақсы болып тұр да. Сіз сол жағын, яғни жақсы жағын дамытыңыз дейсіз ғой. Жақсы жағын дамытып бердім, әлсіз жағын емес. Әлсіз жағын көтеріңіз, бірақ мәселені жақсы, мықты жағына бөліңіз көңілді. Сонда бала бақытты болады. Біздің де балалар айтады, бұлар дейді, біз өзімізді бір нәрсені таптық дейді. Мына курстар сол үшін бар. Бала бір мықты жағын тапсын. Және сіз осы мықты жағын тапқаннан кейін заманмен сізде мақсат пайда болады дейді. Осы мақсатқа егер жетсеңіз дейді, сізде қараңыз, ойнадыңыз, қызығушылығыңыз пайда болды, өмірде бір мақсатыңыз пайда болды. Сізді ешкім ұстай алмайды бұл кезде. Сіз табысты бір боласыз. Және осының барлығында мектепке келген кезде баға сұрамаңыздар. Яғни 5-5-5. Бала 5 алмай-ақ қойсын. Бірақ бала 3-тен 4-ке көшсін, 4-тен 5-ке өзгертсін, 5-тен тағы да өзгертсін. Яғни балада өзгеруге қарсы бір ашық бір не болу керек балада, өзгертуге. Мысалы, мен кейбір ата-аналарды байқаймын, 5 алу керек. Ол 5 алды не болды бала? Ол бала ертең риск ала алмайтын, қорқатын, өз-өзін өзгерте алмайтын бір бала болады. Баланы әрдайым өзгеріске итермелеңіз. Осы ойыңызбен, сұхбатымызды аяқтайық. Ержан мырза, алғысымызды білдіреміз. Өте шынайы сұхбат болды. Көп мәселені қозғадыңыз, ой салдыңыз. Сондықтан да мектебіңіздің жұмысы өрлей берсін, талантты шәкірттеріңіз қуанта берсін, үміттеріңіз ақтай берсін. Көп рахмет.